Саламатсың ба балақай? 120-ші сабақ есептер. Бүгінгі сабақта сәйкестендіруге есептер шығаруды үйренетін боласың. Бірінші тапсырма: есепті оқы. Онда сандар жоқ. Сұраққа жауап беру үшін есептің шарты бойынша кестеге плюс немесе минус таңбаларын қой дейді. Енді есепті оқып шығайық. Сырым, Нұрлан, Жарас жүгіруден жарысқа қатысты. Егер келесі тұжырымдар дұрыс болса, онда кім бірінші, кім екінші, кім үшінші болып жүгіріп келді. Кімнің нешінші болып келгенін білу үшін астындағы кестеге плюс немесе минусты қойып, қазір табатын боламыз. Сырым бірінші, ал Жарас екінші болып жүгіріп келген жоқ дейді. Яғни бірінші орынды Сырым алып тұрған жоқ. Сырымға бірінші орынға минус қойдық. Ал Жарас екінші орын алған жоқ. Жарасқа екінші орынға минус қойдық. Бірінші сөйлемді талдадық. Енді екінші сөйлем. Нұрлан үшінші, ал Сырым екінші болып жүгіріп келген жоқ дейді. Нұрлан үшінші алған жоқ. Оған Нұрланға үшінші орынға минус қойдық. Сырым екінші орын алған жоқ. Сырымға екінші орынға минус қойдық. Бізде 4 минус тұр, я? Енді кім қай орынға таласып тұрғанын көрейік. Бірінші орынға Нұрлан мен Жарас таласып тұр. Екінші орында тек Нұрлан тұр, ал үшінші орында Сырым мен Жарас таласып тұр екен. Бізде ең оңайы екінші орын болып тұр, я? Сырымда, Жараста минус тұр, Нұрланда екінші орын алып тұр екен. Нұрлан екінші орын алған. Үшінші орынды Сырым алып тұр. Нұрлан үшінші орын алмаса, ода минус тұр. Ал Сырым бірінші орында, екінші орында минус тұр, демек орын алмаған. Демек Сырым үшінші орын алып тұр. Ал Жарас бірінші орын алған екен. Бірінші орын Жарас, екінші орын Нұрлан, үшінші орын Сырым екен. Есіңде сақта дейді. Жаңағыдай есептерді шығару үшін мынадай 4 ережені есте сақтауларың керек. Бірінші, мұндай есепті шығару үшін екі жиын арасындағы сәйкестікке кесте құрған ыңғайлы. Екінші, әрбір сөйлемді, яғни есептің шартын мұқият оқы, кестеге белгі қой. Үшінші, өзіңнің жазғандарыңа қарап ойлан. Кестеге қарап, сен тағыда қандай қорытынды жасай аласың. Төртінші, есеп сұрағының жауабын тұжырымда дейді. Міне осы 4 ережені естеріңде сақтаңдар. Екінші тапсырма. Есепті оқы. Осындай кесте құрастыр. Оны есептің шарты бойынша толтыр. Сұраққа жауап бер дейді. Қане оқиық. Гүлжан, Толқын, Айжан мен Жанар спортпен шұғылданады. Екі қыз жүгірумен, екі қыз тенниспен шұғылданады. Толқын мен Жанар әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Жанар мен Гүлжан да әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Жанар тенниспен шұғылданады. Қыздардың әрқайсысы қандай спорт түрімен шұғылданады дейді. Бізге 4 қыз берілген, енді олардың немен шұғылданатынын табайық. Бізде бірінші мына сөйлемнен бастайық. Жанар тенниспен шұғылданады. Яғни Жанарға теннистің тұсына плюс белгісін қояйық. Бізде мынадай сөйлем бар, Толқын мен Жанар әртүрлі спорт түрімен шұғылданады деген. Жанар тенниспен айналысса, сонда Толқын жүгіруге плюс қояды екенбіз. Себебі екеуі екі түрлі спорт түрімен айналысады деп тұр, Енді мына сөйлемге қарайық. Жанар мен Гүлжан да әртүрлі спорт түрімен шұғылданады дейді. Жанар бізде тенниспен айналысса, Гүлжан сонда жүгірумен айналысады екен. Гүлжанға жүгіруге плюс қоямыз. Гүлжан мен Толқын жүгірумен айналысса, сонда Айжан мен Жанар тенниспен айналысады екен. Бізде айтып тұр, екі қыз жүгірумен, екі қыз тенниспен шұғылданады деп. Үшінші тапсырма. Есептің шартын және сұлбасын толықтыр. Есепті шығар деді. Жаттығуға 10 доп алынды. Қанша доп қалды дейді. Бізде 3 қорап берілген,
әр қораптың ішінде 10 доптан бар. Ал жаттығуға 10 доп алынған дейді. Енді қанша доп қалғанын табуымыз керек. Енді шартын жазайық. Болғаны 30 доп. Алынды 10 доп. Енді қалды қаншау? Табу үшін шешуі 30-дан 10-ды азайтамыз, 20 қалады. Жауабы қалғаны 20 доп. Төртінші тапсырма. Сен көкөністерді жеу не үшін маңызды екенін білесің. Көкөністер туралы есепті шығар. Анам сары, қызыл, жасыл түсті тәрелкелерге орамжапырақ, қызанақ пен қызылша салды. Орамжапырақтың жасыл түсті тәрелкеге, қызанақтың жасыл, қызыл түсті тәрелкеге салынбағаны белгілі. Әрбір көкөністің қандай түсті тәрелкеге салынғанын анықта дейді. Алдымен кесте құрып алайық. Кестеге сары тәрелке, қызыл тәрелке, жасыл тәрелкені жазып қоямыз. Одан кейін сол жағына орамжапырақ, қызанақ, қызылша деп жазамыз. Енді екінші сөйлемнен бастап қарайық. Орамжапырақтың жасыл түсті тәрелкеге, қызанақтың жасыл, қызыл түсті тәрелкеге салынбағаны белгілі дейді. Енді біз орамжапыраққа жасыл тәрелкеге минус қоямыз, ал қызанаққа қызыл тәрелке мен жасыл тәрелкеге минус қоямыз. Енді біз тәрелкелерге қарап шығайық. Қайсысында қанша минус бар? Сары тәрелкеде минус жоқ, қызыл тәрелкеде 1 минус бар, ал жасыл тәрелкеде 2 минус бар. Сонда қызылша бізде қай тәрелкеде тұр дейміз? Жасыл тәрелкеде тұр. Бізде қызыл тәрелкеде 2 минус тұр. Қызанақ салынбаған және де қызылша салынбаған. Қызылша бізде жасыл тәрелкеде тұр, иә? Сонда бізде қызыл тәрелкеде орамжапырақ тұр екен. Орамжапыраққа қызыл тәрелкеге плюс қоямыз. Орамжапырақ қызыл тәрелкеде тұрса, қызылша жасыл тәрелкеде тұрса, сонда қызанақ бізде жасыл тәрелкеде тұр екен, иә? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Келесі сабақты көру үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.